Қымбатты көрермендеріміз, Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапхананың жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық айдарына қош келдіңіздер. Кітапхана қорындағы әлемге әйгілі ғалымдардың мемлекеттік тілге аударылған ғылыми еңбектері мен ай сайын пайдаланушыларымызды таныстыру қызықты да нәтижелі жұмыс. Себебі мемлекеттік тілге аударылған оқулықтардың басты мақсаты жоғары дәрежелі, жоғары сапалы білімнің қолжетімділігі болып табылады. Осындай жарқын жобалардың арқасында ел жастары заманауи білімнің толқынына ілесіп, ел мерейін асқақтататыны анық. Түптеп келгенде адам баласы дүниеге келген сәттен бастап білсем, оқысам деген арман жетегінде болады. Әрине, сол білімнің бастауы кітап. Кетпес дәулеттің иесі, кең пейілдің қазынасы, ақыл мен парасаттың кені, білім мен ғылымның биік шыңы кітапта екендігі атқан таңдай анық. Міне, сол арман жетегіндегі жастардың келешегінің кемел болуына жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы айрықша үлесін қосары сөзсіз. Ендеше бүгін философия бөліміне енген соңғы 2 кітап пен дінтану бөліміндегі кітапты назарларыңызға ұсынамыз. Философия бөліміндегі бірінші танысатын кітабымыз Дерек Джонстонның «Философияның қысқаша тарихы» деп аталады. Сіз бұл кітаптан не таба аласыз? Бұл кітап әлемге танымал 15 философтың өмір баяны, шығармалары жайлы баяндалады. Олардың әрқайсысы философияға маңызды үлес қосты, немесе философия туралы көзқарастардың өзгеруіне ықпал етті. Бұл ойшылдар өздеріне дейінгі философтарды сынаудан бастап еңбектенді. Олардың ойлау әдістері басқаша болды. Бірақ автор дәл осы 15 ойшылды неге таңдады? Осы философтар не тындырды? Не туралы ойлады? Философия дегеніміз жалпы не? Деген сұрақтарға түсінікті тілмен қарапайым жазылған жауаптарды ала аласыз. Кітаптағы қызықты оқиғалар мен баяндаулар оқырманды өзіне баурап әкетеді деп үміттенеміз. Дегенмен бұл еңбек автордың ойынша ауқымды жұмыстың бастамасы ғана. Философияны зерделеу үшін көп уақыт пен қажыр-қайрат арнау керек. Сонда жұмсаған күш-қуатыңыз өз нәтижесін береді. Бұл жолда сіздерге сәттілік тілейміз. Екінші кітабымыз Париж университетінің профессоры Реми Хестің «Философияның таңдаулы 25 кітабы» атты студенттерді көрнекті ойшылдар және олардың шығармалары мен француз философиялық мектебі арқылы таныстырады. Жалпы осы философтардың шығармалары арқылы бұл ғылымның түп тамырын, құнарлы мәнін түсініп игеруге арналған көмекші құралдардың негізгісі болып табылады. Қай ғылымды болмасын игеруде қыруар жұмыс атқару қажет. Философия болса, қарапайым оқырмандарға оңай алдыратын, жедел игеретін жеңіл білім емес. Сондықтан неден бастау керек, қандай кітапты алдымен қолға алу керек деген сұрақтар туындайды. Бұл да оңай таңдау емес. Өйткені бағзы заманнан бүгінге дейін шығыс пен батыста, оңтүстік пен солтүстікте өткен ойшылдар мен олардың шығармалары сан алуан. Осы ауыр жүкті жеңілдету мақсатында автор батыс философиясының ой тарихының елеулі кезеңдерін көрсетеді деген 25 шығарманы іріктеп
назарларыңызға ұсынып отыр. Әрине, бұл еңбектерді бірден түпнұсқадан оқып түсініп кету оңай емес. Сондықтан жас оқырманның алғашқы қабылдауына жеңіл, лайықты болу үшін оларды қысқаша және түсінікті тілмен баяндап беріп отыр. Әр еңбекке арналған мақаланың кіріспесінде аталған шығарма философтың өмірі мен шығармашылығында қандай орын алатыны айтылып, кейін оның мазмұнын қысқаша баяндап, автордың пайымдау логикасына түсініктеме беріледі. Бұл кітап оқырмандарды баурап, ондағы шығармалар қызығушылық тудырып, болашақта олардың түпнұсқасымен танысуға түрткі болады деген үміттеміз. Осымен философия бөліміндегі кітаптармен танысу аяқталды, ал келесі бөлім дінтану. Оған британдық философ, публицист, дінтанушы Карен Армстронгтың әлемнің 40-тан астам тіліне аударылған, миллиондаған таралыммен шыққан дінтанудағы аса көрнекті еңбектерінің бірі еніп отыр. Кітаптың қазақша басылымы «Иудаизм, христиандық пен исламдағы 40 мың жылдық ізденіс, Құдай тану баяны» деп аталады. Санамыздағы бір Құдайға деген сенім қайдан келіп орнықты? Адамзаттың жаратушы туралы түсінігі қалай сатылап өзгеріп отырды? Жаратушыны әлемдік үш ұлы дін, яһудилік, христиандық пен ислам қандай сипаттарымен таныды? Бұл үш дін бір-біріне қалай ықпал етті? Автор осы сауалдарға жауап іздеп, тамаша ғылыми зерттеу жасаған. Бір кітаптың шеңберінде монотеизмнің тұтас тарихын қамтыған, Ибрахимнен біздің заманымызға, антикалық философиядан орта ғасырдағы мистицизмге, қайта өрлеу мен реформашылық дәуірдегі рухани ізденістерден қазіргі заманғы скептицизмге дейінгі жаратушының тану тарихын баян еткен. Яһудилік, христиандық пен исламның өрісі аясында адамзат ақыл-ойының жаратушы туралы ұғым түсінігінің даму кезеңдерін көрсеткен. Осымен тікелей эфиріміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерді жайлы кітапханамызда күтеміз.